Бәріне сәлем, бүгін біз үй жағдайында ащы тауық қанатын жасаймыз. Ол үшін тауық қанаттарын жуып аламыз. Үшке бөліп, шет жақ бөліктерін бөлек алып тастаймыз. Тысымызға су, зәйтүн майы, тұз қосып араластырып аламыз. Үстіне паприка, соя тұздығын қосып араластырамыз. Сарымсақты сақтап саламыз. Жуылған ашты бұрышты тұқымынан тазартып, сақтап саламыз. Тауық қанаттарын салып араластырамыз. Бетін жауып 12 сағатқа қойып қоямыз. Ұнға паприка қосып араластырып аламыз. Маринадталған тауық қанаттарын ұнға аунатамыз. Арнайы ыдыс арқылы артық ұннан тазартамыз. Суға саламыз. Барлық тауық қанаттары батып тұру керек. Барлық көпіршіктер шығып біткенде шығарамыз. Тағы да ұнға салып араластырамыз. Артық ұннан тазартып аламыз. Қызып тұрған майға 9-10 минут баяу отта қуырамыз. Тауық қанаттары дайын, ас болсын.